Кибербуллинг, киберқорқыту бұл цифрлық технологияларды пайдаланып, басқа адамға қатысты әдейі және агрессивті әрекеттер жасау. Кибербуллингке интернетте басқа адам туралы жағымсыз, зиянды немесе қорқынышты материалдарды жіберу, жариялау немесе тарату жатады. Бұл баланың өзін-өзі бағалауы мен психологиялық жағдайына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Кибербуллинг балалар үшін онлайн ортадағы үлкен қауіп, және оны болдырмау мен басқаруда ата-ананың рөлі өте маңызды. Кибербуллинг ата-аналардың назарын қажет ететін күрделі мәселе. Балаңыздың кибербуллинг құрбанына айналғанын қалай анықтауға болады? Бұл белгілерге назар аудару маңызды. Ең алғашқы белгі – балаңыздың мінез-құлқындағы өзгерістер. Ол өзін оқшаулай бастайды. Отбасымен немесе достарымен араласудан бас тартады. Бұрын ұнатқан іс-әрекеттеріне қызығушылық танытпайды, немесе мектептегі үлгерімі кенеттен төмендейді. Егер осындай өзгерістер байқалса, бұл оның интернетте жағымсыз тәжірибе бастан кешіріп жатқанын көрсетуі мүмкін. Сонымен қатар, кибербуллинг баланың мазасыздануы мен депрессиясын күшейтуі мүмкін. Бұл ұйқының, тәбеттің, көңіл-күйдің өзгеруінен және өзін-өзі бағалаудың төмендеуінен көрінеді. Кейбір жағдайларда балада жағымсыз немесе өзін-өзі жоюға қатысты ойлар пайда болуы мүмкін. Мұндай белгілерді елеусіз қалдырмай, оларға мұқият қарау керек. Кибербуллингтің ұзақ мерзімді салдары болуы мүмкін және балалар мен жасөспірімдердің өміріне терең әсер етеді. Кибербуллинг эмоционалды және психологиялық әл-ауқатқа кері әсер етеді. Балалар мазасыздану, депрессия, төмен өзін-өзі бағалау және суицидтік ойлар сияқты қиындықтарға тап болуы мүмкін. Бұл жағдайлар тек қазіргі уақытта ғана емес, болашақта да баланың өзін-өзі қабылдауына және қоршаған әлемге деген көзқарасына ықпал етуі мүмкін. Кибербуллинг баланың оқу үлгеріміне және әлеуметтік қарым-қатынасына да кері әсер етеді. Кибербуллингке ұшыраған балалар сабаққа деген қызығушылығын жоғалтады, зейін қоюда қиындықтарға тап болады және академиялық жетістіктері төмендейді. Сонымен қатар, олар достарынан алшақтап, жалғыздық пен оқшаулануды сезінуі мүмкін. Балаларыңызға интернеттің қоғамдық орта екенін түсіндіріңіз және шынайы өмірде қалай құрметпен қарым-қатынас жасау қажет болса, онлайн кеңістікте де дәл солай жасау маңызды екенін үйретіңіз. Балаларға жеке ақпаратын интернетке ашық жарияламауды және егер олар мазасыздандыратын немесе түсініксіз жағдайға тап болса, әрқашан ересектерден көмек сұрау керектігін түсіндіру қажет. Егер бала кибербуллингке тап болса, ол қалай әрекет ету керек? Хабарламаларды елемеу, дәлелдерді сақтау, ата-анасына немесе мұғаліміне жүгіну. Баланың интернеттегі алғашқы тәжірибесінен бастап, оның онлайн өмірі туралы ашық сөйлесуге мүмкіндік жасаңыз. Балаңызға өз сезімдері мен мәселелерімен бөлісуге болатын қауіпсіз орта ұсыныңыз. Егер балаңыз кибербуллинг құрбаны болғанын байқасаңыз, бұл ауыр жағдай болуы мүмкін. Бірақ бастысы сабырлық сақтау және оған қолдау көрсету. Ең алдымен балаңызды тыңдаңыз, оның ашық сөйлесуіне мүмкіндік беріп, сабырлы әрі мейірімді болыңыз. Балаға кінәлі еместігін және оның сізге айтқан дұрыс шешім болғанын түсіндіріңіз. Кибербуллингке қатысты барлық дәлелдерді сақтаңыз. Хабарламалар, электрондық хаттар, әлеуметтік желідегі скриншоттар. Бұл жағдайды құжаттау қажет және мектепке немесе құқық қорғау органдарына жүгінуге көмектесуі мүмкін. Балаңызбен бірге әрекет ету жолдарын талқылаңыз. Мектеп әкімшілігіне хабарласу, интернет провайдерлер мен әлеуметтік желідегі зиянды контентті өшіруді сұрау. Қажет болған жағдайда полицияға арыз беру. Кибербуллингтің психологиялық салдарын жеңуге көмектесу үшін мектеп психологына немесе кәсіби кеңесшіге жүгіну мүмкіндігін қарастырыңыз. Мамандардың көмегі баланың эмоциялық жағдайын реттеуге және өзін сенімді сезінуіне ықпал етеді. Бұл жағдайдан сабақ алып, интернеттегі қауіпсіздік шараларын қайта қарап күшейтіңіз. Құпиялылық параметрлерін реттеңіз. Күшті құпия сөздерді пайдаланыңыз. Балаларды онлайн қауіпсіздік ережелеріне үйретіңіз. Кибербуллингпен күресуде ең маңызды нәрсе ата-ана қолдауы. Балаңыздың жанында болыңыз. Шыдамдылық танытып, кез келген қиындықты бірге еңсеруге көмектесіңіз.